Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Етик блогер Етик. И біз алдында гопникпін. Енді алдында осы үйге келген болатынбыз. Хозяинмен сөйлестік, ақшасын төледі. Міне достар, бізге хозяиндар сағат анау әкеп тастады. Ана жақта Арчикінің досым достар, бүгін видеода мен бомждың өмірін екінші бөлімін жалғастыратын боламын. Біз алдыңғы бөлімде осындай үйге көшіп келген болатынбыз және де ана жақта гопник болғанбыз. Қазір мен баламды оятуға баратырмын. Балам оянады. Ойыншық ойнап жатыр ғой. Достар, біз және де мебель алатын адамдарға барып қараңдаршы достар, баласына кайф қой, мектеп қарап тұрады деп. Мебель сатып алатын адамдарға барып мебель сатып алған болатынбыз. Мен қазір жұмысқа орналасуға баратырмын. Мен бүгін жұмысқа орналассам күтемін. Мен де бірге давай құрылысшы боламыз. Жоқ, мен құрылысшы болмаймын деп шештім. Білмеймін, әйтеуір көремін. Мен барып жұмыс табайын. Мен де. Лифт жамас дейді да? Лифт жемейсің ғой. Сол ғой деп. Бірақ кейбірге жер істемей қалатын ғой. Сол ғой. Кеттік ал. Бісміллә деп шығайық есіктен. Опа. Енді жұмыс істеймін. Кумассы мектепке барған дұрыс. Міне мына үйдің есігінен ғой, мен құладым төбесіне шығып қараймын. Баняға түсіп алмадық па? Менде кішкене ақша береді. Менде де 4000 теңге бар. Кейінен өткізе салым жүрмін. Ақшаны қоя салып. Мына бас киім алайыншы. Мен де бір бас киім алайын. Жоқ, менде өзімде бас киім бар. Баня. Давай. Кірейік, давай. Давай мен. Бас киімді қалдырып қояды. Енді дұрыс қой бас киім қалды. Мына шетке парк қарап. Давай, мен арқам есіп берейін ба? Шайқан олайын. Әке, арқаң есіп берем. Арқаң есіп берем, әке. Маған да есіп берші. Рахат. Енді сен мен арқам есші. Давай, арқа тіреді. Рахмет. Мейкі езіп алған өз. Балақа сенің неспейік па да? Оның арқасы ауырады оның. Отырайық осы жерде. Болды, отырайық. Общем, достар, біз банядан шықтық осы. Чем болды бәрі жеткізді. Давайте мен қазір жұмыс іздеп қайтақ. Үшін достар, мен кеше ғана полицейский керек деген объявлениені үшін. Ақта бір заттар қарайықшы. Қаланы аралыққа барып, сонымен әңгімелесіп қайту керек. Ой, кем сататын жет. Достар, адам жоқ. Ебой. Общем, достар, мен нақты қаланы аралап жүрдім. Боря, не істерсің? Досым, қайсы? Мынау үй дәуекен, ішіне кіріп көрейші. Анықта мен балам. Боря, сен не істерсің? Не, балам. Не істерсің? Сен не істерсің? Ержан. Ержан. Жүр. Артынан не? Түс алды ма? Байдың үйіне не істерсің өзі? Бой, достар, мен байдың үйі күшті екені крышасына шығып. Айтпақсай досым. Гопник досым. Гопник. Мен жұмысқа тұрдым. Қаққа? Полицейский боп. Молодец. Мен қандай бір жұмыс тауып алу керек ше. Жұмыс естіп атсаң, айтасың ғой да? Балам болып жылама, кеттік болды, үйге қайттық. Мен бутылка жинап өткіземін. Сен ана балаңа ойыншық берейін ба? Менде ойыншық бар еді. Жарайды, беріп. Өзім берейінші сол ойыншықты. Тауып алдым бар ғой. Ержан қайдасың? Ержан бергеш, қара, мен саған сыйлық бар менде. Айтпақсай түрмеде адамдар бар дейді, соны бар. Қалып қайту керек. Аға, мен ойыншығымды ұрлап маған қайттан беріп жатқан досым. Жоқ, сен бейсің ба? Үйіңде тұр ана ойыншық бөлмеңде. Үшін досым айтпақстай, сен гопник деп жүре береміз, сенің атың кім өзі? Менің атым негізі өзім де білмеймін. Есімді білгені менің көбісі гопник деп атайды. Бірақ сен
Енді өзің ат қойсаң. Жарайды, сенің атың онда. Давай мен ершік деп атайыншы. Жарайды. Не үшін ершік дедің? Өйткені мен сол енді ершік. Енді өзіме ұнайды. Жарайды, онда мен. О, сәлеметсіз бе тәтем? Сәлеметсің бе бәлем? Кешір, бүгін тамағым ауырып тұр. Үшін мен қазір бутылкаларды өткізейін да өзімнің ақшаны алып алайын енді. Айтпасын тәте кешке кездесіп па? Ой, көп алып көрмек. Ой, тәте кешке кездесіп па? Ойшым мен достар. Жоқ, бала мен кездесе алмаймын. Енді мен бар бутылкаларымды өткізіп кетейін. Ойшым достар мен Осыған бір достар сағаттан мен қазір қаланы арқаласам. осы бориялардың арқасында жақсы адам болдым ғой. Ал, Сәлеметсіз. бер сал. Вообще мен бутылка өткізуге келдім. Менде 26 бутылка бар. Маған 2600 бересіз. Қан берсейші. Балам! Қайсың балам? Балам, сен маған қанша бутылка бердің өзі? Біз баймыз, досым. Не болды, Боря? Маған мынау 34 бутылка берді. Мынау барлығын жинаған ғой. Бой. Балам, мен молодец. Менде қанша мың теңге бар, білесің ба? Мен оны жақсы тәрбиелеймін. 66 мың, ой, 6600 теңге бар. Менде 2200. Ой, 6 мың. Ой, блин, 6 мың. Менде 2200 теңге бар. Шулайын ба? Давай. В общем, үйге қайттық еді, жүріңдер. Кеш болды, ұйықтап алайық бар. Иә, Давай ертең. давай үйге барамыз. Кім өтіп сол молодец. Ау, Сен тұр мен кеп бутылкамды мен. Сәлемсіз, мен тағы да келдім. Бутылкамды өткізіп жіберейін. Балам, сен қалай осып кеттің еді? Маған 5 тал бутылка бересің. Балам, осымен тез жүгіріп бар ғой. Аха, рахмет, сау болыңыз. Достар, осымен біздің видео аяқталуға Иә, достар. жақын қалды. Сіздермен бірге болған мен блогер Ершік. Және де мен. Иә. Және де Айшик Ал үшінші сериясын күтетін болсаңыздар, лайк басыңыздар. Осы видеода қашан 5 лайк жиналатын болады, сол кезде біз В общем, достар, сіздермен бірге болған мен Ершик. және де мен Артик В общем, блогер Ершик. Егер Және де Нура. В общем, келесі бөлімнің шыққан қаласаңыздар, 5 лайк жинап кетіңіздерші. Айтпақшы достар. Иә, достар. Сіздерге вообще көп рахмет етемін. Сіздер сүйіп алдым деп баба. Бізде уже менің арнамда 10 лайк жиналды. Иә, бірінші бөлімде. Ал Ерсұлтанның арнасында 13 лайк. Сіздерге көп рахмет. Значит, сіздер 5 лайк Түк емес деп ойлаймыз енді. Иә, енді 5 лайк жиналса, сразу ертең үшінші сериясын түсіреміз де ютубқа саламыз. Иә. Ал сіздермен бірге болған мен блогер Ершик және де Артик және де Нура. В общем, давайте. Пока-пока. Чао.